Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Сабағымыздың мақсаты санды бірнеше есе арттыру, кемітуге, еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару, есептерді құрастыру және салыстыру. Құрама есеп дегеніміз не? Құрама есептер дегеніміз бірнеше жай есептерден, не болмаса бірнеше амалдардан құралған өрнекті айтамыз. Бүгінгі сабағымызда біз Астанаға саяхат, қазіргі кезде Нұр-Сұлтан қаласына саяхат жасаймыз. Бүгінгі сабағымыздың ерекшелігі әр тапсырманы орындау арқылы Астана қаласына саяхат жасаймыз. Ол үшін сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақ: Астана қаласының символы. Бұл сұрақтың жауабын білу үшін біз номер бірінші есепті шығаруымыз керек. Бұл жерде бізде есеп беріліп тұр. Есептерді шығаруымыз керек. Бірінші асы: Сырым Астананың 36 фотосуретін басып шығарды. Ол 7 беттің әрқайсына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды? Біз ең алдымен 7 фотосуреттен 7 бетте 4 фотосуреттен орналастырсақ қанша шығады? Осыны табуымыз керек. Одан кейін 36-дан осы шыққан санды азайту арқылы біз неше фотосурет қалғанын табамыз. Яғни есебіміз екі амалмен шығады. Әсі: Астанадағы жаңа үйге 4 адамнан тұратын 6 отбасы және 3 адамнан тұратын 7 отбасы қоныстанды. Барлығы неше адам қоныстанды? Яғни 4 адамнан 6 отбасымыз қанша адам, 3 адамнан 7 отбасымыз қанша адам? Тауып алып, барлығын қосу арқылы неше адам екенін табамыз. Бұл 3 амалмен шығарылатын есеп. Осында Жарқын 12 жаста, ал Кәусардың жасы одан 2 есе кіші. Кәусар Жарқыннан неше жас кіші? Бұл жерде есе кіші деген кезде не істейміз? Соны еске алып, бір амалмен шығарылатын есепті шығарасыздар. Осында туристер Астана бейнеленген 12 ашық хат және тағы әр қайсысында 9 ашық хаттан 5 жинақ сатып алды. Туристер барлығы неше ашық хат сатып алды? Яғни 9 ашық хаттан 5 жинағымыз қанша болады? Осыны тауып, 12 ашық хатқа қосу арқылы барлық ашық хаттың санын табамыз. Яғни біз бұл жерде А, Ә, С бұл құрама есептер екен. Ал енді сұрағымыздың жауабын қарайық. Әрине бұл Астананың символы бәйтерек екен. Келесі тапсырмамыз: Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы осы Астана қаласында орналасқан. Ол не деп аталады? Ал енді бұл сұрақтың жауабын білу үшін баған түрінде есептеп дұрыстығын тексеруіміз керек. Мысалға 48-ге 29-ды қоссақ 77. Бұны қалай шығардық? Бірлікке бірлікті қостық, 7 түседі бір ойдан, 10-ға 10-ды қосамыз, 4-ге 2-ні қосамыз 6, ойдағымен 7. Енді 77-ден 29 санын азайтсақ, әрине 48 саны шығады. Енді резиденция қалай аталады? Қарайық. Әрине бұл Ақорда екен. Келесі тапсырмамыз: ұсақ тордан құралған зәулім шатыр ішінде дүкендер, кинотеатрлар, концерт алаңы бар. Астана халқы бос уақыттарын осы жерде өткізеді. Ол жер не деп аталады? Ал ол үшін біз 4-ші есепті шығарамыз. 29-ші беттегі қалай тиімді және жылдам есептеуге болады? Үлгі бойынша үлгіге қараймыз. 45-ке 22 мен 15-дің қосындысын қос деп тұр. Ол үшін бізге ең тиімдісі 45-ке 15-ді қосып аламыз 60, 60-қа 22-ні қоссақ 82. Ары қарай есепті осылай тиімді етіп шығарамыз. Осымен жауабымызды табамыз. Яғни ұсақ тордан құралған шатырымыз бұл әрине хан шатыры екен. Ал енді балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақты түсінгендерің туралы бағдаршам әдісін қолданып, шеңберлерді бояп, маған жіберуді ұмытпаңдар. Сабағымыз аяқталды. Саламат болыңдар.